сәлеметсіздер ме достар? Қай қалада болсаңыз да осы Google Maps жүйесін қолдануыңызға болады, өте тиімді. Мысалға Стамбул қаласында Google Maps арқылы сіздің қай жерде тұрғаныңызды көрсетеді. Жақын жерде қандай мейрамханалар бар екенін көруіңізге болады. Және қазір ашық, ең танымал және рейтинг бойынша отзывтармен көруіңізге болады. Бұл жерде мысалға біз Зейтинбурну аймағындамыз. Көбінесе әрбір ұлттардың ресторандар бар. Соның ішінде Қазақстанның Шаңырақ ресторанында ол жерде орналасқан. Афганның ресторандарында болдық. Қазақстанның мейрамханалардан бөлек бұл жерде шопинг қай жерде жасауға болады көруімізге болады. Қазір ашығы міне Галатасарай жақын жердегі көрсетеді, алыстағы отзывтары жақын рейтингілер жоғарыларын көруімізге болады. Суреттерін қарасаңыз болады, ең ашық деп. Сонымен қатар шопинг деп бөлек тағы сізге керек мысалы кафелер, қонақ үйлерді осыдан арқылы іздесеңіздер болады. Рейтингі жоғары қонақ үйлерді көре аласыз. Міне бұл жерде міне қанша турецкий лирамен берілген бір күнгі бағалары. Енді турецкий лира теңгеге аударғанда 17,5-ке көбейтіп немесе 20-ға жоғары бағада көбейтіп примерно есептеуге болады. Қай ресторан, гостиницада жатасыз. Мына жерде айтып біз көргеніміз, мына менің Зейтинбурнудың портында, осы жерде жақын жерде Редисон қонақ үйі бар және Рамаданбай Шератон бар. Яғни өте қымбат жақсы отельдер орналасқан. Сонымен қатар бұл жерде үйлер де бар, қымбат емес ценаға, және квартиралар, 3 жұлдызды қонақ үйлер және нелерді көруге болады, хостелдерді. Видео ұнаса сіздерге лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып, тағы да не туралы білгілеріңіз келеді, қай район туралы білгілеріңіз келеді. Мынау бізде Зейтинбурнуда тұрдық, біз көрші Атакой райондары бар, сосын Фатих, Таксим, сосын Үскүдар аймақтарында болдық біз, және мына жерде көрсеңіз болады, және біз Аташехир аймағында болдық, Чекмекой ауданында. Осы аймақтар туралы, басқа да аймақтар туралы сіздерге ақпарат бере аламын. Видео ұнаса лайк басып, подписка жазып, комментарий жазыңыздар.